қадайын. Жырламаймын қалай бүгін бос қалайын, інісін еркелеткен ағалардай, құшаққа алды бүгін қостанайым. Жырлауға лайық қой дәуір бәрін, шықсын деп ел тілейді дәуір дарын. Торғайлық ақындардың аттарынан сәлем ал келген қонақ бауырларым. Көкалаттың төл перзенті, еңбегімен елен, өнерімен халқын көтерген айтыскер ақын, озат механизатор, имандылық жолында таза жол қалған Отар Нұрманғалиұлы 1945 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. 1962 жылы 1964 жылдары Торғай механизация училищесінде білім алды. Жас маман оқу бітірісімен еңбек жолын туған жерінде механизаторлықтан бастайды. Жұмыс жасаған жылдары еңбек озаты болып, өзінің іскерлігімен елге таныла білді. Кезде Кеңшар партия комитетінің бюро мүшесі, жергілікті кеңестің депутаты, аудандық партия комитетінің мүшесі, ауданның чемпион механизаторы, аудандық партия конференциясының бірнеше дүркін делегаты, облыстық кәсіподақ конференциясының делегаты болды. Отар ағаның еңбек жолында алған сый-сияпаты мен мақтау қағаздарының өзі бір төбе. Халық ақыны Қонысбай Әбіловтің өтінішімен облыс басшылары Отар Нұрманғалиұлына аты жазылған кәсіпсот сыйға тартады. Отар Нұрманғалиев еліне өнерпаз ретінде де таныс. Ақындық жолын 1984 жылы Әліби Жангелдиннің Торғайда өткен 100 жылдық тойында көршілес Қызыл әскер совхозының атынан шыққан ақын Егілік Бейсенбаевпен айтысудан бастайды. Сол жылдардан бастап жыр көгінде бағы жанып, аудандық, облыстық ақындар айтысының бірнеше мәрте бас жүлдесін жеңіп алады. Жадыра Құтжанова, Әлпия Орманшина, Бүркіт Бекетов және айтыстағы қос бауыры Жолдыбек Мұқанов пен Егілік Бейсенбаевпен жезқазған, Қарағанды, Қостанай қалаларында Торғай облысының намысын қорғап, айтыс туын желбіретті. Торғайда өткен Ахмет пен Міржақып тойында республикалық айтыста мемлекет дарын сыйлығының иегері Ерік Асқаровты жеңгенде бүкіл халық зор ілтипат пен қошемет білдірген. Отар Нұрманғалиев денсаулығына байланысты еңбек демалысына шығып, Көкалат ауылының имамы болды. Одан кейін Арқалық қалалық мешітінің бас имамының көмекшісі, мешіт баспасөз хатшысы қызметін атқарды. Отар ағамыз бен жұбайы Қаншайым анамыз көптің батасын алып, өсіп өнген жанұя. Әкеден жалғыз болса да 4 ұл 7 қыз тәрбиелеп өсірген үлгілі отбасы. Саналы ұл мен қыз тәрбиелеп өсірген жандар, балаларын намысшылдыққа, еңбекке баулыған бір беткей азамат еді. Өмірінің соңғы сағатына дейін дініне қызмет етіп, 2008 жылы 11 маусым күні Раббысына бақилыққа аттанды. Қазіргі таңда Арқалық қалалық зиратына жерленіп, көк тасы қойылған. Кейінгі ұрпаққа ой тастап, рух беретін жырлары мен ақылы көрсеткен жолы санамыздан өшпесі анық. Ақынын ұмытпаған елі бүгінгі күні өзіңізді сағына еске алуда. Жаныңыз жаннат, бағында шалқысын жанеке.